Hello students, сәлем оқушылар. Бүгін біздер 6-шы сыныптарға арналған 4-ші тоқсанның 2-ші эпизодын орындайтын боламыз. Бұл транспорт тақырыбы бойынша. Видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліп, және осы видеоға лайк басып кетеміз. Мұнда бұл екі тапсырмадан құралған. Бірінші тапсырма reading, оқылым. The railways деген тақырып берілген, яғни темір жол тақырыбы бойынша. Оқып болғаннан кейін аударып, жоғарыдағы тапсырманы орындайтын боламыз. Let's read. Many countries have a network of railways to help transport different types of products. The earliest system was ancient Greece in 600 BC. Later, the railway lines were built to connect short distances. In the 19th century, this changed very much. Many countries developed their own network. They had private links between different towns, with Germany and Britain. Britain had the best links. These links allowed carrying heavy goods, such as coal, iron, ore, and wood. Building railway was hard work for laborers. Railways are expensive to construct, but important to transport raw materials and such as goods as textiles quickly and cheaply. In the early 19th century, the first passengers traveled on the railways with horse-drawn carriages. From 1840 1850, Britain was contacted by railways and used steam engine to pull carriages. Ал аударатын болсақ, бұл жердегі темір жол бойынша, яғни темір жолдың келіп шығу тарихы. Көптеген елдерде әртүрлі өнімдерді тасымалдауға көмектесетін темір жол желісі бар. Ең алғашқы темір жол жүйесі ежелгі Грецияда біздің ерамызға дейінгі 600 жыл бұрын құрылған. Және кеңірек қысқа қашықтықтарды байланыстыру үшін рельсиялары салынады. Кейін 19 ғасырда бұл өте көптеген өзгерістерге ұшырайды және көбейеді. Олардың бірі Германия және Ұлыбритания қалаларында көп жүйеге бастайды. Британияда ең жақсы байланыстардың бірі осы темір жол жүйесі болды. Ол жерде көмір, темір, руда және ағаш сияқты ауыр жүктерді тасымалдау үшін қолданды. Ал темір жол салу жұмысшылар үшін өте ауыр жұмыстардың бірі болды. Және темір жолдарды салу өте қымбат. Бірақ шикізаттарды, тоқыма бұйымдарды және арзан заттарды тасымалдау үшін ең керекті жолдардың біріне айналды. Ал ертеде 19 ғасырда алғашқы жолаушылар темір жолда атпен саяхаттаған екен және вагондармен. 1840 және 1850 жылдары темір жолда, Ұлыбританияда темір жолдар көптеген іске қосылды. Және ол жерде вагондармен пайдаланған екен. Бұл енді темір жол жайында болды болматын. Яғни темір жол алғашқы Грецияда 600 жылдары бастап қолданысқа берілді. Одан кейін Германия, одан кейін Британия елдерінде бірақ адамдарды емес, ауыр заттарды тасымалдаған екен. Енді жоғарыдағы тапсырманы орындайық. Бұл жерде тапсырманы жауаптарын жазамын. Біріншісі деді болады. Network. Мәтіннен аламыз. Барлық тапсырмалардың жауаптарын. Екіншісі distance. Railway. Passenger. Engine.
Network of жүйе, distance қашықтық, railway дегеніміз темір жол, passenger дегеніміз ол жолаушы және engine. Екінші тапсырма ол жазу керек. Мұндағы суреттен пайдалана отырып және but and сөздерін қосып біздер мәтінді қысқартып жазу керекпіз. Және онда екі абзацтан келетін бірінші абзац мен үйден шығу және ерте таңда тұрып есеп беріп соны жаздым. Одан кейін жол бойындағы мекеме орындарды пайдаландым. Бастаймын. My way to school starts in the morning. I get up at 7 o'clock. Then I make the bed and I take a shower. I get dressed and have a breakfast with my mom. And then leave at home at 7:03. The second paragraph is I go to my school by bus or by taxi, but sometimes my dad gives me a lift when he has great time. On the way, we can see many places, the post office, movies, theater, and the supermarket. Also, the nearby station. After school, I go to the library. It takes 10 minutes to get there. Аударатын менің мектепке жолым таңертеңнен басталады. Мен 7-де оянамын және төсегімді дұрыстаймын, жинаймын, одан кейін душ қабылдаймын, кейін киінемін және өзім анаммен бірге таңғы асты ішемін. Кейін 8:30-да үйден шығып кетемін. Мен мектепке автобус немесе таксимен барамын, бірақ бір кездері әкемнің қауіпсіз уақыты болса, әкем алып барады. Жол бойында біздер көптеген мекемелерді көруімізге болады. Олар почта, кинотеатр, супермаркет. Біздің мектеп полиция станциясына жақын орналасқан. Мектептен кейін мен кітапханаға барамын. Ол 10 минуттей уақыт алады. Сонымен біздер бұл жобаны аяқтадық. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетеміз. Видеоны жоғалтып алмау үшін goodbye. Good luck to you.